Достар, бүгін сіздермен осындай күрішті қайнатып және дана болып шашырап пісетін осындай күріштің қалай жасалу жолын көрсететін боламын достар. Егерде менің видеоларым ұнап жатса, маған тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды және лайк басып, комментариялар жазып қоюды ұмытпаңыздар достар. Менің еңбегімді бағалап, осы видеом қалай пісіру керектігін көргіңіз келсе, видеомды соңына дейін тамашалап отырыңыздар достар. Алдыменен бізге осындай күрішімізді кастрюлькаға салып, 1-2 рет жуып алып, үстінен 1,5 шөміш су құйып, газымызге қоятын боламыз. Газымызден осылайша кішкене қайнап шыққаннан кейін жарты шөміш майымызды құйып, сұйық майымызды құйып, және оның үстінен аздаған тұз себетін боламыз достар. Тұзды сеуіп, жақсылап, тағы да бір қайнатып аламыз. Бір қайнап шыққаннан кейін астын кішкене бәсеңдеу қылып қойып, жай ғана өзінің дымымен пісетін болады күрішіміз достар. Осылайша барлығын бір керкі бір араластырып алып, кастрюлькамыздың бетін жауып қоятын боламыз достар. Міне достар, біздің күрішіміз осылайша қайнап шығады достар. Енді осы күрішімізді бірдемдеп астын өшіріп, бетін жауып қоятын боламыз. Міне осылай өзінің демімен жұмсақ болып пісетін болады. Енді осылай кесемізге жабыспай түсу үшін алдыменен кесемізді сулап аламыз. Мен кесемді сулап алдым. Осылайша күрішімді қасықтың көмегімен салып, осындай тарелкаге аударып алдым достар. Міне ешқандай жері жабыспай, өте дәмді болып, жұмсақ болып пісетін болады достар. Менің видеом сіздерге ұнап жатса, маған лайк басып, тіркеліп қойды ұмытпаңыздар достар. Өте керемет болып шығады. Осылай күрішті пісіріп, алдына подлив жасап, тамақ істесеңіздер, бифштекс істесеңіздер, өте күшті болып, дәмді болып шығады достар. Қалауларыңыз бойынша осындай кептірілген укроп бетіне сеуіп қойсаңыздар болады достар. Сіздерге ас болсын. Менің арнама подписация жасап, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Алмагүл.